Тамыры терең алатын қазақ халқының қолданбалы өнерінің көрікті де көрнекті салаларының бірі ол зергерлік өнер. Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан тылсым күші бар киелі өнер қастерлі кәсіп. Адам өнерімен әсем, аң жүнімен әсем дейді дана халқымыз. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық өнердің қай саласы болмасын, ол біздің рухани тарихымыз, баға жетпес құндылықтарымыз, мол мұрамыз. Қазақ зергер шеберлерінің сүйікті материалдарының бірі күміс. Күмістен жасаған әшекей бұйымдар қаншалықты сәнді болса, соншалықты жаман күштерден қорғайтын қасиетін тілге тиек етеміз. Қазақ әйелдері міндетті түрде қолдарына күмістен жасаған сақина білезік таққан. Өйткені сақина білезік тақпаған әйелдің қолынан шыққан тағам арам деп есептеген. Ас алал болу үшін міндетті түрде сақина және білезік жүзіктерді тағып жүрген. Сақинаны сәнге салмайды, ол тазалыққа таразы. Сақина сәнге жатпас, айқай әнге жатпас деген осы сөздің төркінінен сақинаның тек сәндік үшін емес, оның астарында тазалыққа үлкен мән бергендігімізді аңғаруымызға болады. Қазақ зергер шеберлерінің қолынан шыққан әшекей бұйымдардың ең көп таралған түрі ол сақина. Сақина иесінің көркемдік талғамынан басқа, оның әлеуметтік қоғамдағы мәртебесінде білдіреді. Мысалы, сақина тіл көзден сақтайтын зат ретінде, адамдардың бір-біріне дипломатикалық қарым-қатынаста тарту таралғы ретінде, және де ер мен әйелдің бір-біріне сыйлайтын, сезімін білдіретін зат ретінде қолданылады. Әшекей бұйымдарды асыл тастармен безендірген. Қазақ әшекейлерінде олар тас емес, көз деп есептелген. Орнатылған тастар тіл көзден сақтайтын құрал ретінде пайдаланған. Әшекей бұйымдарға орнатылған тастардың адамдарға пайдалы жағын ғалымдар ұзақ уақыттан бері зерттеп келе жатыр. Мысалы, ақық тасы ол қазақ қолөнерінде ең көп тараған. Ақық тасы тағылған әшекей бұйымдарды сый-сияпатқа, мысалы, құдағи жүзікке ақық тасын тағып, қызының енесіне ақық тасын салған құдағи жүзікті сыйға татқан. Бұл екі жақтың бір-біріне деген достығы, екі рудың бір-біріне деген сыйластығын білдіретін қомақты, қос қанатты, ақық тасты үлкен жүзік. Бірюза тасы жүректі күшейтеді, үрейден арылтады және жауларды жеңуге көмектеседі. Ал інжу тасы болса, ол көздің шелін азайтады. Ал янтар тасы зоб ауруларының алдын алады екен. Атам қазақ ежелден ақ қыздардың бетін бүркемеген, ашық ұстаған. Алайда бой жетіп келе жатқан қыздарға шолпы шашпау тағу арқылы қызға қырық үйден тыю жасай білген. Шолпының сылдырынан қыздарының қайда жүргенінен хабардар болып отырған. Шолпы сылдырынан жасқанған қыз бейсауат жүрмеген. Осындай өздерінің әсем әшекейлерін көздің қарашығындай қорғап, келіндеріне, қыздарына мұра етіп қалтырған. Осындай көздің қарасындай қорғаған асыл бұйымдарымыз бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. Осы әшекей бұйымдардың арасында сырғаны айтып өтер болсақ, қыздарға бала жастан сырға тағып, өмірінің соңына дейін тағып жүрген әшекей бұйымдарының бірі болып есептеледі. Өйткені құлағын теспеген қыз бала о дүниеге барғанда құлағын жылан тесіп өтеді деген наным сенім бар. Сондықтан қыздарды бала жастан құлағына сырға таққан. Қазақ халқында тағы да сырға салу дәстүрі бар. Екі жақ құдаласқаннан кейін қыздың үйіне келіп сырға салады. Сырға салынған қыз қалыңдық болып есептеледі. Қалыңдық статусына ие болған қыз
үй шаруасын енді бастап үйрене бастайды. Ал сырға таққан, ен салған қызды басқа жігіттерде көз салмаған. Міне сырғаның осындай көп қасиеттері бар, және сырғаны қомақты ұзын етіп жасайды. Оны сәукеленің екі шетіне сөлкебай немесе шекелік ретінде де тағып жүрген. Ұлттық әшекей бұйымдар туралы сөз болғанда, бізге камзол, көйлек, ұлттық киімдермен бірге тағу керек деген ой есімізге келеді. Бірақ әсте олай емес. Жаңа тренингтағы сәнді киімдеріңізге осы аксессуарларды тағып жүрсеңіз, таппайтын аксессуар деп есептейміз. Және шетелдіктермен кездескен кезде таптырмайтын аксессуар. Бұлар сіздің отаншылдық рухта және патриоттық сезіміңізді күшейтетін ұлтжанды азамат екендігіңізді айқындайды. Және де сіздің елге ұқсамайтын ерекше дара тұлға екендігіңізді айқындайтын бір тамаша бұйым. Бүгін сіздермен әшекей бұйымдардың тізім құпиясы туралы бөлістім. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, менің YouTube арнама тіркеліңіздер. Бүгін сіздермен болған мен Бахаргүл Төлеген қызы. Назарларыңызға рахмет.